Қаралпақша жасалма интеллект қызметлері. Біз алдыңғы видеомызда Claude жасалма интеллекті хақында айтып өттік. Бүгінгі видеомызда қаралпақша жасалма интеллектілер, олардың имканиятлары, әсіресе басқа тілдегі текстті қаралпақ тіліне аудару хақында кеңірек тоқталып өтеміз. Claude 3.5 Sonnet моделінде ислетуған жасалма интеллектілермен танысамыз. Бірінші, Claude AI. Өткен видеомызда бұл хақында айтып өттік. Енді Claude жәрдемінде өзбек тіліндегі текстті қаралпақ тіліне аударуды көріп шығамыз. Claude сайтына кіреміз. Сол мынадай бұйрықты жазамыз. Өзбек тіліндегі текстті қаралпақ тіліне аудар. Кейін таяр Word-дағы өзбекше тексттен нұсқа алып, жайластырамыз. Енді осыны Claude-ға қоямыз, һәм жіберу түймесін басамыз. Көріп тұрғаныңыздай, Claude өзбек тілінде жазылған текстті қаралпақ тіліне аударып жатыр. Кейін осы өзбекте аударуды давам етеміз. Текст көлемін ярым беттен бір бетке шекем қою мақсатке муафық. Кейінгі жұмысымыз таяр Word файлындағы лекция текстін Claude-ға жүктеп, қаралпақ тілінде аударуды сұраймыз. Өзбек тіліндегі лекция текстін қаралпақ тіліне аудар. Жіберу түймесін бастық. Көріп тұрғаныңыздай бірінші лекция Word файлын қаралпақ тіліне аударып жатыр. Барлық жасалма интеллектке сұрау жіберу саны шекленген. Сондықтан нәубеттегі жасалма интеллект қызметі Notion менен таныстырамын. Notionға кіру үшін Notion ноқатсау сайтына кіреміз. Сайттан тізімнен өтіп, онан пайдалануды баслаймыз. Сайттың шеп тарепінде Notion AI бөліміне кіреміз. Һәм сол жерге сұрауларымызды жазамыз. Мысалы, инглиз тіліндегі текстті қаралпақ тіліне аудар. Әтуар берсеңіз, интернеттен қандайда бір текстті аламын. Соң бұйрық астына Notionға кіртемін. Көріп тұрғаныңыздай, Notion инглиз тіліндегі текстті қаралпақ тіліне аударды. Сондай-ақ Notion арқылы көптеген сұрауларға интеллектуал түрде жауаптар алуға болады. Соның менен қатар, сұрауларды жазғанда қатаң түрде қаралпақ харіплерін дұрыс жазу керек. Егер орфографиялық қате жазсақ, қате ямаса шала жауап аламыз. Хәтте кейінгі жауапларында қате қылып береді. Сондықтан қаралпақ тілі ымла қағидаларына әмел етуіміз керек. Тағы да ескертіп өтейін, текстті аударуға бергенде ең көбі менен бір бет көлемінде берген мақұл. Барлық жасалма интеллектілердің соңғы тіл моделлерінде лимит шектеулері орнатылған. Сол үшін сұрау жіберу лимитіңіз таусылса, кейінгі жасалма интеллектті ұсыныс етеміз. Үшінші, жасалма интеллект қызметіменен таныстырамыз. Poye чат-боты. Оған poye.com, Claude 3.5 Sonnet сайты арқылы кіреміз. Ямаса poye.com сайтына кіріп, Claude 3.5 Sonnet моделін таңлаймыз. Себебі Poye'де көптеген моделлер бар. Мысалы, GPT, Gemini, һәм тағы басқа. Ал Claude 3.5 Sonnetті таңласақ, онда қаралпақша жауап береді. Ал басқа моделі таңласаңыз, ондай емес. Poye Notionға қарағанда тез істейді, лимиті де көплеу. Бірақ Notionның артықшылығы тіл моделін таңламастан бірнеше моделден жауап алып, қаралпақ тілінде ұсынады. Ал Poye тек қана таңланған бір модельге текарланады. Poye'ге инглиз тіліндегі кітапты қаралпақ тіліне аудар деген бұйрықты жазамын. PDF кітапты жүклеймен. Poye бірнеше секундтың ішінде қаралпақшаға аударып береді. Poye'ге кейінгі бұйрықты кіртемін. Маған жасалма интеллект хақында толық мағлұмат бер. Міне мағлұмат беруді бастады. Кезектегі бұйрықпенен танысың. Маған жасалма интеллект туралы қосық жазып бер. Яғни маған жасалма интеллект темасында қосық жазып беруі керек. Poye'ге кірттім. Poye қосық жазуды баслады. Міне жасалма интеллект туралы қосық. Сананың сырын ашқан жасалма ой. Компьютер миінде шаңлаған той. Адамдай ойланып шешім табады, білімнің шыңында қанат қағады. Деп маған бірнеше куплеттен ыбырат қосықты қаралпақ тілінде жазып берді. Кейінгі жасалма интеллект қызметі менен таныстырамыз. Оған app.myshell
AI сайты арқылы кіреміз. Әлбетте, жоғарыда атап өткеніміздей, онда да бірнеше модельдер бар. GPT, Gemini һәм басқа да. Осылардың ішінен Claude 3.5 Sonnet моделін таңдаймыз һәм оның имканиятларынан пайдалануды бастаймыз. Маған екі дос хақында қаралпақ тілінде қызықты көрінді жазып бер. Міне екі дос хақында көрінді жазуды бастады. Көрінді және де давам ету үшін кейінгі бұйрықтарды жазамын. E'tibor bersangiz көрінді давам етіп жазып жатыр. Бүгінгі видеомыз арқылы Claude 3.5 Sonnet моделі тек арында ісілеуші жасалма интеллект қызметлері һәм оның айрым мүмкіншіліктеріменен таныстырып өттім. Видеомыз сізге пайдалы болса лайк басып қолдап отырың. Сіздің қолдауыңыз бізді және де илһамландырады. Видеоны соңына шейін тамашалағаныңыз үшін рахмет.